Пластилинді енді дүкеннен сатып алмаңыздар. Балаларыңызға қауіпсіз, ешқандай химикатсыз, үй жағдайында балаларыңыз қызға ойнайтын осындай түрлі түсті пластилинді жасайтын боламыз. Бір жақсысы, бұл пластилинді бір жасағаннан балаларыңыз өте ұзақ мерзім ойнайтын болады. Жасалған пластилиндердің барлығын салафанға салып, холодильникте сақтауға болады. Видеоны жоғалтып алмау үшін өздеріңізге сақтап, міндетті түрде маған тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен бізге ұн қажет болады. Және де осындай кружка қажет болады. Осы кружкамен 1,5 кружка ұнымызды ыдысымызға саламыз да, үстінен жарты кружка тұзымызды саламыз. Үстінен 2 ас қасық лимонный кислотаны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, және осы кружкамен қайнап тұрған суымызды құйып, барлығын қасықпен жақсылап араластырып, қасығымызды алып тастап, қолымызбен қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр елеп шығатын боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын болып шығу керек, жабысса тағы да біраз ұн қосып жіберіңіздер. Осындай қамыр шығады. Қамырымызды 2 бірдей бөлікке бөліп, өздеріңізге ұнаған кез келген пищевой красительді және де осындай куркуманы қоссаңыздар болады. Мен қолда бар красительдерді қолдандым. Негізі жасыл, сары, көк әртүрлі пищевой красительдерді алып қолдансаңыздар, одан да әдемі болып шығады. Барлығын жақсылап осылай қолымызбен араластырып аламыз. Мінекей біздің пластилиндарымыз да дайын болды. Міндетті түрде дәл осы пластилиндерді жасап көріңіздер, балаларыңыз қатты қуанатынына сенімдімін.